Риддерде туризмді дамыту перспективаларын және проблемаларын бизнестің, спорттың, қоғамдық ұйымдардың өкілдері әкіммен бірге кездесуде талқылады. Риддерде коммерциялық туризм белсенді дамуда. 40-қа жуық туристік объектілер есептелген. Соңғы жылда оларға 35 мыңнан астам туристер барған. Қалада және оның маңайында жаңа демалыс базалары салынып жатыр. Ал туристік картада қызықты маршруттар пайда болып жатыр. Мемлекет өз кезегінде түрлі қолдау шараларын көрсетуде. Арнайы бағдарламалар әрекет етуде. Мәселен, әр шетелдік турист үшін туроператорларды субсидияландыру, туристік объектілердің құрылысына қаржының бір бөлігін төлеу, тау шаңғысы құрал жабдықтарын сатып алу және басқалары. Коммерциялықтан бөлек Риддерде спорттық туризм да танымал. Жорықтар, туристік жан-жақтылық, ескек слалом, спорттық бағыттау, қарда жүретін туризм, фрирайд, рафтинг, велотурлар, бёрдвотчинг, экотуризм, альпинизм, тау шаңғысы туризмі. Осы барлық бағыттар бойынша перспективаларда проблемалық сауалдар да бар. Олар қала басшысымен кездесу барысында айтылды. Риддерде балалар спорттық туризмін дамыту туралы сөз еткенде, осы бағыттағы мектеп секцияларының жұмыстары ескерілді. Қаланың 2 мектебінде жасанды өрмелеу қабырғалары әрекет етеді. Альпинизм дағдыларына Риддерде табиғи рельефте де үйренуге болады. Сонымен қоса, соңғы жылдарда ауыл туризмі сұранысқа ие болып барады. Мұндай туристік бағыт Риддерден 30 километр қашықтықта орналасатын Поперечная ауылында күшейіп барады. Ал ауылдан 16 километр қашықтықта Батыс Алтай қорығының аумағы басталады. Қорық даласы және жергілікті колорит. Риддердегі ауылдық туризмнің ерекшелігі осы. Кездесу барысында Риддерде туризмді дамытудың кешенді жоспарын дайындау шешімі қабылданды. Оған инфрақұрылымды жақсарту, туробъектілерге дейінгі жолдардың қысқы кездегі қаралуы, таулы өзендер арқылы өтетін ескі көпірлерді қалыпқа келтіру және жаңаларының құрылысы, қаланың Алматы, Астана, Томск бағыттары бойынша теміржол қатынаулары бойынша бастамалар мен тағы басқалары кіретін болады. Барлық бастамалар мен ұсыныстар әкім Дәулет Батырбаевқа айтылды. Хотел выслушать все стороны. Мен бірінші кезекте барлық тараптардың ойларын тыңдап шыққым келеді. Өйткені кез келген туризм түрін, балалар туризмі болсын, спорт туризмі болсын, коммерциялық туризм болсын, оларды дамыту ол біріншіден билік пен кәсіпкерлердің өзара диалогынан басталады. Осы салада стратегиялық көру жоқ екені шындық. Туризмнің дамуы туралы бүгін көп айтылады, бірақ соны дамытуға негіз болатын индикаторларды біз өңдеген жоқпыз. Мен барлықтарыңызды тыңдап шықтым. Оны бейне жазбадан да, хаттамадан да көруге болады. Ол осы бағыттағы барлық шараларды қамтитын кешенді жоспардың негізіне айналатын болады. Біздің қала кеншілер мен металлургтардың қаласы, және де кен табу көлемі мен өндіріс көлемі түспеуде. Альтернативалар төмендеген. Сондықтан оған шағын бизнес және экономиканың бірқатар секторының дамуы негіз салуы тиіс. Әсіресе қызмет көрсету саласы. Көбінесе туризмді дамыту және туристерді тарту. Сіздермен тілдесу нені қалай жасау керектігін түсіндірді. Мен өз тарапымнан қол астындағыларымның бүгін айтылғанды және жоспарды жүзеге асыруларын қадағалаймын.